Bilemiz bärimizge belgili her bir жаңа жыл келip жаткан кезде адамдар экиге бөлүнөдү. Жаңа жылды тойлауга болот дейди, бирөөлөр болмойт дейди. Сол жайында bir кеңинен түшүндүрүп берсеңиз иншалла. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Жалпы жаңа жыл бұл егер діни мереке деп айтатын болса, ол дұрыс болмайды, харам болады, үкімі. Енді дәстүрлі мереке десеңіз, ол дәстүрге де кірмейді. Біздің дәстүрімізге мүлдем қатысы жоқ мереке, мысалы, салт дәстүрімізге. Ал мемлекеттік мереке деген түсінікте, ол жалпы қазіргі уақытта мемлекет жағынан бұлай өздері егерде атап өтем десе, оған біз енді әр адамның өзінің еркі бар, ол қалауы. Бірақ енді жалпы біздің шариғатқа салатын болсақ, дінге салатын болсақ, ол дұрыс емес, мүлдем дұрыс емес. Жаңа жылға үлес қосу, бұл өте дұрыс емес іс болады шариғатта. Жалпы жаңа жыл деп адам баласы қандай шығын шығаратын болса да. Мысалы, жаңа жылда ертең жылда айтылып келе жатқан мәселе, негізін жаңа жыл мәселесі. Ана Нұралы деген біздің ұстазымыз бар ғой, Таразда. Сол кісіге осы сұрақты қойғанда, Медведевтің сөзін қойыпты да, ол. Медведев деген алдын Путиннің несі министр болды, кейін президент, уақытша президент болды ғой. Сол кісі айтып жатыр да. Жалпы жаңа жыл бұл қуанатын мейрам емес деп жатыр да, ол айтып жатыр. Өйткені бір жылымыз өтіп жатыр дейді. Сен бір жылың өтіп жатыр, сен кәрілікке жақындап келесің. Оның несі қуаныш дейді. Сен жыл өткен сайын кәрілікке барасың, қартайып. Сен қартайғаның үшін қуанасың ба деп, христиан дінін ұстанатын Медведевтің сөзі тұр неде. Соның өзі солай айтып жатыр да. Ал енді жалпы біздің қазақ халқына, Орта Азиядағы жалпы мұсылман халықтар үшін бұл негізінде көзімізде жетіп отыр бұл. Мүлдем бұл мейрамдайтындай мейрам деп айтуға лайықты түн емес жалпы. Енді оған шығындалып жатқан шығындардың өзі Құдай сақтасын, оның бәрі харам болады негізінде. Біріншіден, не үшін? Алла Тағала Құран-ы Кәрімде осы ырзыққа байланысты көп аяттар айтқан. Сол аяттардың ішінде, мысалы, «Сумма ла туссалуна яума изин ани наим» деген аят бар. Сендер әрбір беріліп жатқан нығметтен біртіндеп тұрып қияметте сұраласыңдар дейді. Яғни бұл, мысалы, Алла Тағала ырзық беріп тұр, сол ырзықты өзі беріп тұр. Сол ырзықты орынсыз жаратқан адамдарға Алла Тағала ертең қияметте жазасын береді. Өздерің, мысалы, ақылды адам ойланса, санасы жететін нәрсе да, мысалы. Бір минутқа жетпей, аспанға шашылып кететін нәрсені ақшаға сатып алып жатыр. Бір минутқа жетпей, мысалы. Аспанға шашылады, бірнеше секундта пақ етіп атылады да, пақ етіп 2 рет атылады, 3 рет атылады, 5 рет атылады. Мысалы, сол жәнедегі былай айтқан кезде қазіргі уақытта өкімет жағынан да оған тыйым салынып тұр. Базарда сатуға осы жарылатын нәрселерді. Соның өзінде тығылып алып кеп, адамдар сатып, соны мұсылман адамдар өзінің отбасына кеп, ертең былай айтқан кезде мына жылдың ауысатын түні соны аспанға атып, сонда не үшін десе, онда ол жерде тек қана бір нәрсе бар. Мақтаныш үшін ба, көңілдің қалауы, балдарын қызықтыру мақсатында ма, балдарды одан басқа нәрсеге қызықтыру керек. Мысалы, ол жалпы жаңа жыл күні жарылып кететін, мысалы, миллиардтаған ақша кететін, мысалы, жаңа жылға. Ең кедей адамның өзі ең кемінде бір 5-6 мың, 10 мыңға алады. Алды 100 мың, 500 мыңға дейін, миллионға дейін, мүмкін миллионға дейін адамдар, бай адамдар сол әшейін жарылатын нәрсеге ақша сарп қылады. Бірақ енді қазіргі уақытта оны Алла жолында бер десе, адамдар ашуланады қазір. Қазір адамдарға садақа жайында, мұқтаждарға көмектесіңдер деп айтайын десең, интернет жүйелерінің бәрінде толып тұр да. Адамдар шаршаған. Бірақ ол шаршайтын нәрсе емес. Мысалы, саған Алла Тағала бір мұқтаждың күйін саған көрсетіп тұрса,
бір жерге садақа бер деп тұрса, бұл сенің ақыретің үшін пайдаланып қал дүниеңде деген көрініс ол. Ей, пендем, ақыретің үшін пайдаланып қал. Қазір мысалы, соншалықты ашып, мынау үлес қосыңдар, мысалы, мешіт медреселер тұрып жатыр, мысалы, Нұр-Мүбарак университеті тұрып жатыр, оған қанша мысалы садақаларды рекламалар кетіп жатыр да, мысалы. Одан басқа аурулар, соларға садақа беріңдер деген рекламаны көрсе, адам баласы шеке басы тырысып ауырады. Неге? Өйткені ол түсінбегендіктен сол жерде қиналып жатыр. Егер ол шынымен түсінсе, сол нәрсе көрсетілді ме, сол жерде шын ниетімен Алла үшін деген түсінік болса, болды. Сіз оған үлкен қаражат самай-ақ қойыңыз. Бірақ ықыласыңызды, турлаңызды соған жараса, кішкентай бір қол үшін бер жесеңіз, ол ықылас аман болса, оның артында тексеріп жатпаңыз. Осы садақа жинайтындар халықты алдап жатыр, қаяққа жинап жатыр бұл садақаны деп, оны керек емес ол нәрсе. Сізге сол нәрсе көрсетілді ме, сол жерден сіз пайдаланып қалуыңыз керек. Ықылас аман болып берген адам Алла үшін берсе, болды, ол ұтылған жоқ. Ұтылған жоқ. Мына ғұламалардың сондай бір керемет сөздері бар. Сұраушы адам қандай жақсы дейді. Бір мұқтаждықпен біреу сізге бірдеңе сұрап келсе, сол адамдарды ғұламалар айтады, қандай жақсы адам сол дейді, сенің алдыңа келіп тұрған дейді. Не үшін жақсы адам? Жалпы біздің табиғатымызда өзіміздің баламыз сұрап келсе ашуланатын сондай қасиетіміз бар да. Өзіміздің баламыз да сұрай берсе, ашуланып, қойшы деп айтып жүреміз да кейде. Неге? Өйткені адам баласында өзі сараңдық деген бір ауру бар. Өзі балаңның өзіне қимайсың кейде ақшаны. Бірақ ғұламалар айтады, сұраушы адам қандай жақсы дейді. Сөйтіп түсіндіреді. Неге ол жақсы деген сұрақ туындаса, ол дейді сізден дейді, бұл дүниеде сіздің осы дүниедегі түкке жарамсыз. Мысалы, дүниенің бәрі, бұның бәрі ертең өлген күні түкке арзымай қалатын дүниеде. Сізге осы дүниеден сізден қажетін алады да, ақыретте сіз қиналып отқан жерге апарып береді дейді оны. Бұлай айтқан кезде сұраушы адам тасымалдаушы адам дейді. Сіздің бұл дүниедегі ырзығыңызды ақыретке жеткізіп беретін дейді. Қорғап, әдемілеген түрде сіз Алла үшін берсеңіз болды, ақыретке апарып, қиналып тұрған кезде міне деп жеткізіп беретін адам дейді. Бірақ біз қазіргі мысалы осы жаңа жыл түніне шығарып атқан қаражатымызда ешқандай да бір жақсылық жоқ. Ешқандай жақсылық жоқ. Қайта күнә бар. Күнә бар. Неге? Өйткені біз сол қаражаттың барын ысырапқа жұмсап жатырмыз. Мысалы, Аллаху Субхану ва Тағала Құран-ы Кәрімде ысырапшылар жайында айтқанда, бүйтіп айтады да, ысырапшылар шайтанның достары дейді. Қараңыз да, ысырапшылар шайтанның достары дейді. Бұл деген сөз қандай ауыр сөз мысалы. Қазақта ысырап сараңдықтан жаман деген да. Сол үшін де ертең жаңа жылда тойланатын шығындардың бәрі бұл ысырап болып есептеледі негізінде. Біреулер сұрап жатады енді. Жаңа жыл күн түнде туысқанды қарым-қатынаспен бір туысқандарымызға барсақ, туысқандарымызды барып зиярат етіп сол жерде отыратын болсақ, сол түнде қалай болады деп осындай сұрақтарда қойылып жатады. Бірақ соның өзі негізінде басқа түнге ауыстырған дұрыс болады дейді негізінде. Неге? Өйткені бұл түнге мұсылман адам үлес қоспау керек. Бұл түнге ешқандай үлес қоспау керек. Неге? Өйткені бұл түн, бұл айтқан кезде қасірет түні деп айтсақ болады. Не үшін? Өйткені мен сол осыдан бірнеше жыл бұрын естігенім бар да, мысалы, мынау медицина саласында істейтін кісілер, полиция саласында істейтін кісілер бар ғой, мысалы. Сол кісілер айтады, сол кісілерден естігенім, біз 12-ге дейін больницада басқа жердің бәрі тыныш болады да, 12-ден кейін басталады дейді. Бір жерде адам қақып кетті, бір жерде адамды ұрып кетті, бір жерде жарылып, біреу жарадар болды,
біреу авария болды, осындай 12-ден кейін таңға дейін тыныштық жоқ дейді. Біреу семьясында ұрысып жатыр, біреуді пышақтап жатыр. Осындай бұзғыншылықтың барлығы орын алатын түн. Бұл қасірет емей не енді? Дұрыс па? Қасірет бұл. Сол үшін де бұл түнді біздің дінімізде болмаса бұл, салт дәстүрімізде болмаса. Жарайды, тойлайтын адамдар енді өзінің еркі. Бірақ жалпы маған сұрақ, діни сұрақ, дінге байланысты қойылғаннан кейін бұл нәрсе бізде шариғатта мүлдем дұрыс емес болады. Иншалла, сол үшін жаңа жыл түні қазіргі уақытта біздің ауылда да әсте қалып бара жатыр ғой. Құдайға шүкір. Алла разы болсын. Мұсылмандар сол күні әшейін отырса болады ма кафелерде? Негізі айтып тұрмын ғой, сол түні, сол күні мұсылмандардың дастархан жайып, сол мейрамға үлес қосуы бұл дұрыс емес негізінде. Басқа күндер бар ғой, мысалы туыстық қарым-қатынасты күшейтіп, ағаңыз бар, әпкеңіз бар, достарыңыз бар. Мысалы Құдайдың күні мен түні көп қой. Бірақ сол түнге сол нәрсені сол түнмен байланыстырмау керек. Сөйтіп бұл өзінен өзі қалады иншалла, Құда қаласа. Ал жалпы мынау жылдың ауысуы сол күнге келгені үшін ол жаңа жыл құтты болсын дегенде тұрған, ода тұрған ешқандай бір үлкен айып жоқ. Жаңа жыл құтты болсын. Құт деген нәрсе не? Ол береке. Мысалы бізде жалпы шариғатымызда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айды көргенде сол айдың берекесін сұраған. Өткен айда жіберген қателіктерін кешірім сұрап, жаңа туып жатқан айдың берекесін сұраған риwаяттар бар. Сол себептен мысалы жаңа жыл құтты болсын десе, құтты болсын, биылғы жыл құтты, берекелі болсын, жаңбырлы болсын. Қандай, мысалы биыл жаңбырлардан қандай бір қиналдық та? Қардан қиналдық. Сол жалпы құт болып келсін деп айтқанда тұрған ештеңе жоқ. Жаңа жыл құтты болсын десе, құтты берекелі болсын, өздеріңізге де құтты берекелі, отбасыларыңызға береке алып келсін деген түсініктегі құттықтау сөздер айтылса, ода тұрған үлкен оқасы жоқ оның.